Мен Алдабек Бақыт 1967 жылы өмірге келгем. Апрель айында. Содан жұмыс оқыдық мектепте. Мектепте оқып, мектепті бітірген соң армияға бардық. Армияда связьда болдым. Содан келген соң мен Қасымсұрттан бастадым бірінші. Сол Қасымсұрттан бастап, содан 5-6 жыл Қасымсұртта айдадым. Одан кейін айдадық КамАЗ, дальневойщик. Сол дальневойщиктан кейін мына мамандығым қазір моторист механик. Содан осы мамандығым өзіме ұнайды. Елдің көліктерін оңдап жатыр. Солардың рахметін, ырзашылығын алып. Біздің мамандығымыз осыны жинап, бәрін техникамен ретке келтіріп, шоферларға береміз. Шоферлар ара байқайды. Жұмысты бастаймыз. Таңғы сағат 9-дан кешкі сағат 6-ға шейін жұмыс болады. Арасында бәрі техникаларды реттеп, ақауын бәрін тексеріп. Менің бұл қызықшылығым техникаға. Бұл маған берген өзі талант шығар. Мен олардың техниканың темірдің тілін білгеннен кейін мен түсінемін өзім. Сөйтіп, соған қарап, соның ақау-сақауын бәрін реттеп, білемін. Сол үшін қызығам мен. Оның ешқандай, агар темір өзіңе бағынбаса, ол техника деген жүрмейді. Ол техника саған бағынбаса, еліпке де келмейді. Сол үшін техниканы түсініп, тілін білетін адам болмаған екен, техникаға жүрмейді. Сол үшін мен соған қызығам. Менің жұмысымның маңыздылығы мына техниканың бәрін реттеп, жұмысқа шығарып салу. Ол бұзылып келген техниканың бәрін реттеп, мен оны қарап, реттеп шығармасам, анықтағы жұмыстың бәрі соқтауы мүмкін. Енді оның бәрі істейтін жұмысым бар. Сол үшін мен оған құпты қарауым керек. Шын діліммен оны барлық нәрсені қойып, соған ойдың бәрін соған беруім керек. Реттеп, мен тез шығаруға әрекет жасаймын. Bizim prezidentimiz bizim bölümümüzü bağalap, жұмысшыларымызды, жұмысшы мамандарымызды бағалап, соларға қолдау білдірген үшін алғысымыз шексіз сол кісілерге. Мен сол жастарды сол үйретіп, солардың бәрін жұмысшыларды бағалап, соларға жұмыс көрсетіп жіберсек, олар келешекте жақсы маман болып шығатын себептеріміз ғой енді. Мынау жастарға айтатын ақылым, қорықпау керек саладан. Сала жүрегіңде болса, ол еңбек, адал еңбегің өзіңе пайдалы. Қорықпай келіп, жұмыс жасап, ешқандай қорқатын несі жоқ. Сол өзінің мамандығыменен салаларда егелеуге болады.